Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін біз түрлі әдіс тәсілдер, соның ішінде бағалау әдістері, рефлексия, кері байланыс түрлерін бірге білетін боламыз. Ендеше каналым сіздерге пайдалы болса, топқа осы каналға жазылып, видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрбіріңіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бұл кемпір қосақ көңіл күйі деп аталады. Оқушылардың бүгінгі сабақтың қалай өткендігін анықтау үшін бір ерекше әдіс деп ойлаймын. Осы кемпір қосақтың шығарып қоясыз, тақтаға әдемі етіп, оқушыларға арнайы стикерлер таратасыз, жіңішке стикерлер. Оқушылар сабақтың қалай өткендігін өзінің ойын осы жерге жазуға болады. Мысалы, сабақ тамаша өтті деген адамдар осы тамаша тұсына келіп стикерлерін жабыстыра алады. Немесе орташа өтті деп оқушылардан кері байланыс ала аласыз. Келесі, бүгін сен тақырыпты түсіндің бе? Бүгін оқушылар тақырыпты қалай түсінгендігін осы саты арқылы көрсете алады. Оқушылар стикерге өзінің ойын, пікірін жазып, осы баспалдақтың біреуіне іледі. Дұрыс түсінбесе, сұрақтары болса, онда ең төменгі баспалдаққа іледі. Мүмкін кейбір тұстарын түсінбей, бір-екі сұрақтары болса, онда ол екінші баспалдаққа келіп біле алады. Сұрақ жоқ, барлығы түсінікті болды, сабақ керемет өтті десе, онда осы ең жоғары баспалдаққа стикерін іле алады. Келесі, қолыңмен көрсет әдісі. Оқушылар өздерінің қолдарымен, яғни саусақтарымен осы экрандағыдай көрсету керек. Мысалы, сабақ түсінікті әрі қызықты болды десе, онда осында жүрекшені көрсетеді. Сабақ үшін рахмет десе, дәл сондай бас бармақпен осы сұқ саусақ екеуін біріктіріп жүрекшені көрсетеді. Өзгелерге көмектесе аламын, яғни сабақты түсіндім десе, онда екі саусағын көрсетеді. Ал егер барлығы түсінікті керемет десе, онда бізге белгілі окей деген бейнені көрсетеді. Маған әзірше қиын, яғни оқушыда сұрақтар туындаса, кейбір тұстар түсініксіз болса, онда оқушы жұдырығын көрсетеді. Маған өте қиын, бала мүлдем түсінбей сабақты. Бір-екі проблемалар болса, онда өте қиын деп бас бармағын төмен қаратады. Келесі, бұл барлығымызға белгілі смайлик әдісі. Осы оқушыларға таратып бересіз осы нұсқаны, осындай нұсқаны. Және оқушылар өздерінің сабақты қалай түсінгендігі, немесе бір тапсырманы, әр тапсырмадан кейін бағалау беріледі, соған өте бір ерекше. Сол тапсырманы қалай орындадың, қалай түсіндің деп осыны таратып берсеңіз, оқушылар осы смайликтің бір тұсына плюс қоя алады. Немесе галочка. Мысалы, тапсырманы өте жақсы түсіндім деп, осы жасыл смайликтің үстіне күлімдеген плюс қойып кетсе, аты жөнін жазып жоғарға, уже сіз біле аласыз оқушының қалай түсінгенін, тапсырманы қалай орындағанын. Келесі, бұл да бір смайлик әдісі, көңіл күй әдісі десек артық болмас. Оқушылардың тапсырманы, жаңағы сабақтың тақырыбын, сабақтағы мәліметтерді қалай түсінгендігін осындай парақшалар таратып беріп, жоғарыда орын берілген сол жерге аты жөнін жазса оқушы, және сол арнайы бір смайликті өзінің көңіл күйіне байланысты, түсінуіне байланысты таңдап бояуына болады. Мысалы, орташа деген үшінші смайликті бояуына болады, егер тапсырма түсінікті, бірақ кей жерлерінде сұрақтар бар, түсінбеген тұстарым бар деп, сол смайликті бояй алады. Келесі, бұл оқушыларды бағалау үшін бір өте қызықты мотивациялық наклейкалар жасауға болады осы нұсқада. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, тапсырманы тексерген кезде жарайсың, тамаша деп оқушыларға осындай парақшаларды наклейка ретінде шығарып бере аласыз. Міне тағы бір нұсқа, керемет, маған сенің ұсыныстарың ұнайды, сенің еңбегің жақсы нәтиже көрсетті, сен үлгілісің, сен өте жақсы орындайсың. Тағы бір нұсқа, дәл керегі осы, мен сені мақтан етемін, сен дұрыс жолды таңдадың, маған сенің көмегің аса маңызды. Келесі, бүгін менің күнім сәтті өтті. Бұл кері байланысқа
өте қызықты бір парақша. Осындай парақша дайындап алып оқушыларға бір-бірден берсеңіздер болады. Бүгін менің күнім сәтті өтті. Себебі бірінші тұсқа мысал жазады, тапсырманы толық орындадым, топта белсенді болдым, өзінің жаңағы бала ойын жазады. Және осы мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, осы фигураның ішіне өзінің жаңағы смайлик ретінде суретін салып қоюға болады, немесе қызыл түспен, жасыл түспен бояуына болады. Жасыл түс сол әдеттегідей өте жақсы түсіндім, барлығы керемет. Немесе жаңағы қызыл түспен бояп қоюына болады. Және тұсына, себебі топта жұмыс істей алмадым, топта өте шулы болды, тақырыптарды дұрыс түсінбедім деген сияқты өзінің пікірін жаза алады оқушы. Және ертеңгі жоспарын төменге тізіп жазуына болады. Ертең мен топта белсенді боламын, үй тапсырмасын міндетті түрде орындап келемін. Ол оқушының өзінің маңыздылығына қарай. Келесі 3 маңызды жұмыс. Бүгін мен не істедім? Бұл да жаңағы парақшаға ұқсас. Бүгін мен не істедім? Бірінші, мен топта өте белсенді болдым. 3 тапсырманы толық орындадым. Оқылым бойынша барлық мәтін тапсырмалар түсінікті болды. Барлығын тізіп жазады. Осы фигураның ішіне жаңағыдай дәл қызыл түспен бояуына болады, жасыл түспен бояуына болады, сары түспен бояуына болады, немесе арнайы бір смайлик салып қоюына болады. Көңіл күйі жоқ смайлик, яғни мүлдем түсінбедім, топта жұмыс істей алмадым, белсенділік аз болды деп. Және төменге әдеттегідей ертеңге жоспарым. Ертең сабақ бұдан да қызықты болады деген ойдамын, және мен бұдан да жақсы белсенділік көрсетемін деп оқушы өзінің ойын, жаңағы жоспарын осында жаза алады. Келесі, мен мықтымын, себебі мен сабақта, кері байланысқа жазылады оқушылар. Сабақта бүгін 4 тапсырманы толық орындадым, айтылым сұрақтарына жауап бердім деп оқушы жеткен жетістігін осындай парақшаға жаза алады. Сабақтан үйренген маңызды тұстарды жаз. Сабақтан не үйренді оқушы? Мысалы, Мұқағали Мақатаевтың өмірбаянын толық үйрендім, оның еңбектерімен, шығармашылығымен таныстым, және тапсырманы орындадым деп сабақтан үйренген маңызды негізгі тұстарын оқушылар осындай параққа жаза алады. Құрметті әріптестер, мұғалімдер, бұл сіздерге менен кішігірім идея. Осылай сіздер де жасап көрсеңіздер, кішкене оқушылардың қызығушылығы, белсенділігі сабаққа арта бастайды. Назарларыңызға рахмет, видеоны көргендеріңізге рахмет. Кәделеріңізге жараса мен өте қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.